Ертеде Қаратаудың ойында Жиделі байсыз жерінде Қоңырат деген елінде бір бай болыпты. Балаға зар болыпты. Етегі жасқа толып жүріп көрген жалғыз ұлына Мұратәлі деп ат қойыпты. Ол өте ерке болып өседі. Еркелік пен еселіктің арасы тым жақын екен. Өсе келе үлкенді үлкен, кішіні кіші демей, бет алды сөйлейтін болыпты. Қаралы жиында қарқылдай күліп, той-томалақты төбелесіз таратпапты. Бірде Омай анаға тіл тигізіпті. Омай дейді. Омайы кім десем көп қатының бір екен ғой, депті. Мұны естіген ел төмен қарап, ұялғаннан жерге кіріп кете жаздайды. Омай ананың наласына қалғандықтан, Мұратәлі бір түнде жұдырықтай құсқа айналып, тоғайға сіңіп жоғалады. Ол сұңқылдап жылайды екен. Онысы өткен іске өкініш екен. Жұрт жаман тамның басында жарбиып отырған кішкентай құсты көрген сайын, мынау әлге Омай ананың наласына қалған құс қой, байғұс-ай деп мүсіркейді екен. Келе-келе байғыз атанып кетіпті.